Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерменен ауызашарға жаппасай дайындайтын боламыз. Қызып тұрған қазанымызға сүйек майымызды құйып, майдалап тураған етімізді саламыз. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Кішкене қуырылған етіміздің үстінен пиязымызды салып, тағы да қуырып аламыз қызарғанша. Ал енді қуырылған пиязымыздың үстінен кішкене қызарған соң кубик етіп туралған сәбізімізді салып, тағы да 1-2-3 минуттай қозғап қуырып аламыз. Әрі қарай видеода көріп тұрғандарыңыздай картобымызды салып, тағы да қозғап аламыз. Менде қатырылған болгар бұрышы болды, соны турап салдым. Кішкене қасықпенен паприка салып жібереміз, және де томат немесе салат, үйіңізде қайсысы бар, соны салып, қып-қызыл подлив жасайтын боламыз. Кішкене қасықпенен 1 ас қасық тұз салып, үстінен су құямыз. Суды көп қоймаймыз, жай ғана картоптың бетіне кішкене көміп тұрса болды. Картоптың бетімен бірдей етіп су құйсаңыз, соның өзі жеткілікті. Енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Достар, егер қамырды илейтін болсаңыздар, әрине қамыр тамақтың қамырын илейсіздер. Менде қатырылған, мұздатқышта қатырылған қамыр болды. Бұл қамырды осы видеосын салған болатынмын, каналдан көрсеңіздер болады. Дәл осы қамырымызды мұздатқыштан алып, жылытып, мұздарын ерітіп, енді осыны пайдаланатын боламыз. Дайын қамырымызды біркелкі етіп жақсылап сүйек маймен майлап аламыз бетін. Достар, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып, қолдап жіберіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосыңыз. Алдағы уақытта сіздермен тағы да қызықты, әдемі, тәтті рецепттерменен бөлісетін боламын. Майланған қамырымызды пышақтың көмегіменен осылай 4 бұрыш, үлкен-үлкен 4 бұрыш етіп, осылай барлығын бірдей бөліп шығамыз. Бірінші көлденеңнен, сосын тігінен осылай видеода көріп тұрғандай бөліп алыңыздар. Ал енді кесілген қамырларымызды қайнап тұрған жаңағы подливіміздің бетіне біртіндеп орналастырып шығамыз. Жабыспайды, уайымдамаңыздар. Майланған бетін астына қарай жіберіп, міне осылай орналастырып шығамыз барлығын. Қамырымыздың барлығын орналастырып болған соң 35-40 минутқа бетін жауып демдеп қоямыз. 35-40 минутта пісіп шығады. Міне дайын болды тамағымыз. Пісіп шыққан тамағымызды ендігіде қамырын біртіндеп алып, легендерімізге әдемі етіп орналастырып сәндеп шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай орналастырып, жақсылап, ортасына астында тұрған подливті саламыз. Дайын болған тамағымызды дастарханға тарту етеміз, ас болсын. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыстық тамақ ауызашарға өте дәмді, керемет шығады. Міндетті түрде жасап жеңіздер, ас болсын.